Құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тұшпара тағамын дайындайтын боламыз. Тағамды менімен бірге дайындап көріңіздер, өте дәмді. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Онда електен өткізіп алып, бір жұмыртқа, тұз, су дайындап, қамырды илеп бастырып алатын боламыз. Қамырымызды қол жұмыртқаға илегендіктен қамырымыздың түсі сап-сары болып шықты. Ендеше осы қамырымызды бастырып қоямыз. Көкөністерімізді төртбұрышты етіп тураймыз. Етімізді де ұсақтап турап аламыз. Қазанды отқа қойып, сұйық майды қыздырамыз. Қызып тұрған сұйық майға етімізді қып-қызыл болғанша қуырамыз. Қуырылған еттің үстіне көкөністерді салып, және 10-15 минуттың аралығында қуырамыз. Томат саламыз. Мен үй томатынан салдым. Және қара бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қалаған дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. 10 минуттай қуырылған көкөністердің үстіне томат пастасын салып, және қуырамыз. Илеп дайындап қойған қамырымызды және бір қолымызбен илеп ыңғайын келтіреміз. Қамырымызды алғаш илегеннен соң 5 минут өткен соң және бір қайтарып илеп бетін жауып қоюымыз қажет болады. Қып-қызыл болып қуырылған еттің және көкөністердің үстіне су құйып бетін жауып қайнататын боламыз. Тартылған ет, қуырылған ақпияз, қара бұрыш, тұз, қызыл бұрыш, қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Барлық ингредиенттерді араластырып, салмасын дайындап алатын боламыз. Бүгінгі тағам дайындаудағы қолданылған барлық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қамырымыз дайын. Ендеше үстелдің үстіне ұн ұрпақтарын себе отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырды ұзынша лента етіп кесеміз. Ұзынша лента болып кесілген қамырларымызды төрт бұрышты қамыр етіп кесіп алып дайындаймыз. Дайындап алған қамырларымызға алдын ала дайындап қойған салмамызды салып тұшпара түйіп шығатын боламыз. Мен екі түрлі формада түйдім. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Бүгінгі тұшпараны манты қазанда 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Манты қазанға пісіруіміздің себебі дана-дана болып шығады. Себебі біз бөлек сорпа дайындағанбыз. Сорпаға осы дайындалған тұшпарамызды салып ұсынуға болады. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Жазира Айсаева. Келесі видеода кездескенше назарларыңызға рахмет.